Баршаңызға сәлем, есімім Назира, каналыма қош келдіңіз. Бүгін коржик пісіру рецептісімен сізбен бөліскім келіп отыр. Өте жылдам дайын болатын тағам, және де дәмді. Баяғы 80 жылдардағы мектепте оқыған кісілер болса, бұның дәмін білет деген ойдамын. Видеомды соңына дейін қарап, менімен бірге осылай жасап көріңіз. Бұл коржикті дайындау үшін мен айран алдым. Коржикті айраннан 250 грамм айран, 1 жұмыртқа және 100 грамм сұйық майды қосып, жақсылап араластырып аламын. Сосын оның үстіне 2 ас қасық шекер, жарты шай қасық тұзбен қамыр қопсытқышын салып, жақсылап араластыратын боламын. Енді 500 грамм ұн қостым. Мен 250 грамм айранға 500 грамм ұнды қосып, қамырымды илеп аламын. Қамыр жұмсақ болу керек, қатты болып кетпесін. Қамырымыз неғұрлым жұмсақ болса, пісіретін коржигіміз жұмсақ болып, әдемі болып пісіп шығады. Достар, егер каналыма тіркелмеген болсаңыздар, астындағы подписация батырмасын басып, каналыма тіркеліп алыңыз. Болашақта мен жаңа шығатын рецепттерімді жіберіп алмас үшін. Енді қамырды шлеу жұқа қылмай, қалыңдығын шамамен 7-8 миллиметр етіп, осылай кесіп аламын. Негізі бұны өзінің формасы бар ғой, сол формамен кесуге де болады. Менде жоқ болғандықтан осындай өзі ыдыспен домалақ етіп кесіп алдым да, противенге майды жағып, осының ішіне коржиктарымды салып, оның үстіне жұмыртқаның сарысын жағамын. Ой пікіріңізді комментарий бөлімінде қалдырып қойыңыз. Және де болашақта менен қандай рецепттер күтесіз, соны да жазып қойыңыз. Енді бетімді вилкамен шамалы осылай узор етіп жасап шықсаңыздар болады. Сосын духовкада 200 градуста жарты сағатта пісіріп аламын. Мінекей, мен коржиктарым дайын болды. Өте дәмді, керемет. Жаңағы коржиктан қалған қалдықтарынан осындай кішкене етіп печеньеге қосатып пісіріп ала салдым. Осылай жасап көріңіздер менімен бірге. Өте дәмді болып шығады. Жұмсақ, әдемі болып пісіп шықты. Видеомды соңына дейін қарағаныңыз үшін сізге көп рахмет. Каналымда келесі кездескенше сау саламатта болыңыз. Арнамнан алыстамай, менің жаңа шығатын видеоларымды жіберіп алмай қарап отырыңыз. Шайға осылай пісіріп алсаңыздар, бір жарты сағатта дайын болатын тағам. Асыңыз дәмді болсын. Сау болыңыз.